Қайырлы күн, құрметті көрермен қауым. Бүгін руханияттағы рухани сұхбат бағдарламасының қонағы Әбдімомынов Шайзада Балтабайұлы. Қош келдіңіз көке. Мынау еңбек жолын өзіңіз механизатор болып бастаған екенсіз. Қайда оқыдыңыз, қай ауылдан келдіңіз, соны өз аузыңыздан естісек, еңбек жолын айтып өтсеңіз. Мен енді мынау Қызылту колхозы Ирков ауылдық округінен 1923 жылы 6 февраль күні дүниеге келдім. Иә. Сол 7 жасымызда сол ауылдағы жаңатымыз ауылдық жерде бірінші мектепке, бірінші классқа барып, мектепте 4 жыл сол жерде оқыдым. Одан кейін біздің ауыл 4 жылдық болғаннан кейін біз орталыққа Қызылту колхозына келіп оқуымызды сонда жалғастырдық. Қазіргі Жақайып ауылы ғой. Қазіргі Жақайып ауылы. Сол 1970 жылы мектепті бітіріп, сол жылы біздер енді бүкіл Қазақстанға үндеу көтеріп, сол ауылда қалып, ауылды көтеруге атсалысамыз деп, механизатор боламыз деп үндеу жасадық. Сөйтіп сол жылы біздерді кешкі мектепте, кешкісін механизатордың оқуын оқытты. Жастар, біраз жастар, иә? Сол 43 баланы. 43 бала? 43 бала. Сол барлығымыз ешқайсымыз оқуға бармаймыз, ауылда қаламыз деп сөйтіп сондай үндеу тастағанбыз. Сөйтіп сол ауылда сол қалдық. Сөйтіп сол ол мектеп бітіргеннен кейін бізді тағы да механизатор курсқа жіберді, комбайн оқуына. Мынау орталық ертіс деген мекеме бар тұғын, сонда комбайнды 3 айдай оқып, оны бітіріп, несін алдық, құжатын. Одан кейін ауылда қалып, сол механизатор болып еңбек еттік. Сол 1 жылдай еңбек еткеннен кейін біздер енді майдың 17 күні армияға кеттім. Отан алдындағы борышыңызды орындауға. Сөйтіп оны 2 жыл атқарып, ауылға елге оралғаннан кейін қайтадан мені электрик монтер деген курсқа жіберді. 8 ай оны Шымкенттегі Южный Казахстанский сол мекемеде оқып, оңтүстік Қазақстанда. Оңтүстік Қазақстанда. Оны бітіріп ауылға келгеннен кейін мен сол 74 жылы, бір жылдан жүріп, одан кейін электрик болып істедіңіз ғой? Жоқ, мен оны істеген жоқ. Сол бітірсімен гидромелиорация техникумға Алматы облысы Шамалған ауылында гидромелиорация техникум бітірдім. Сөйтіп ауылға келіп, енді қазақшылап айтқанда мұрап деген жұмыс қой. Су мұрап. Соны 2 жылдай атқардым. Бірақ күз айларында Златоп дейді, Қырман бригадир дейді, сол Қырман бригадирін соны атқардым. Сол жерде көштерді, кейін көшті тазылап, барлығын тазылап. Бұл деген үлкен қызмет қой. Бүкіл колхоздың барлық күріш сол жерге келіп төгіледі. Оның ұрламауына, сақталуына бәріне жауап бересіз ғой. Қанша оқушылар, студенттер келіп жұмыс істейді, қанша колхозшылар бар, соның бәрін басқасында жүріп, сол жерді басқардым. Сол жылы біздер енді Осман Қазбек деген колхоздың бастығы, сол кісі колхоздың бастығы тұғын. Сосын Сейілбек Асқаров деген агроном тұғын. Арқабай Перде деген ағамыз главный инженер тұғын. Сол кісілердің арқасында 7,5 миллиондай қарызы бар екен колхоздың. Сол кісілер бірге 5 жылда істегенде 2,5 миллионға түсірді сол қарызды. Сол жылы енді 105 центтер колхоз берді. Өнім берді? Өнім берді сол жылы. Сөйтіп, сентябрьдің аяғында Осман Қазбекті ол кезде бірінші секретар Байымбетов орынбасар тұғын. Бітірсімен Шиелі ауданының бірінші секретары. Сол кісі бірден Қайым Османовты еңбек демалысына жіберіп, курсқа жіберіп алды. Ол кезде енді Жақайып колхозының механизаторлары да өте жақсы еңбек етті сол жылдары. 5,000 сендерден өте көп көп өнім ғой. Көп асты ғой енді. Отанға ол кезде ондай өткізу деген бірегей адамдардың ғана қолынан келеді. Сол жылы енді аудан бойынша, Қызылорда облысы бойынша Жақайып колхозы бірінші орында. Мінекей қандай. Одан кейін енді мені еңбегімді ескеріп,
сегізінші бригадир, күріш бригадир деген бар ғой. Сөйтіп мен сол күріш бригадиріне сырдың бойына жіберді. Қырман бригадирінен кейін күріш бригадирі болдыңыз. Күріш бригадирі болдым. Оны мен сырдың бойында 4 жылдай қызмет еттім. Енді ол енді сыртта істеуде өте ауыр. Қиындығы да бар, қызықшылығы да бар. Ол енді қашықта болғасын адамның барғысы да келмейді. Енді үйден кіріп, үйден шыққанға не кетсін, бірақ сол жұмысты абыроймен атқарып, содан кейін орталыққа келіп, 1 жылдай қайтадан мұрақ болдым. Одан кейін жүгері бригадир болып жұмыс істедім. Өз мамандығыңыз бойынша 1 жыл істедіңіз, е? 1 жыл. Бригадир 1 жыл істедім де, одан кейін жүгері бригадир болып еңбек еттім. Енді ол жылдарда Арқабай Ферде деген ағамыз колхоздың бастығы болып келді. Енді сол жылы өзі егін барлық түрінде мықты, өте жақсы болды. Оның үстінде жем азығын дайындауда біздің енді жүгері бітіп силос қой. Силос қой баяғыда енді сенаж дейді. Сол бүкіл колхоздың көметін жерін бәрін толтырып, жауып, көміп, одан кейін жаңадан жер ашып, оғанда болып сол жылы енді малды көп немен жем-шөппен қамтамасыз етті. Силосты жерге көміп бар, неді ғой, тұздайтын еді ғой, иә? Тұздайтын, мұрамен кислота құяды оған, сондай тірліктерін бәрін атқардық. Одан кейін енді жұмыс істеп жүргенімізде Сайлоқас деген Сайлоқас келді, колхоз мұхит келді. Арқабай Ферденің алдында мен ауысып үйренген ғой. Ал мұхит ағамыз ол өте іскер кісі. Өте іскер кісі. Өте сауатты. Өте сауатты. Сосын кімнің не ойлап, қандай пікіріне келгенін біліп отыратын. Сезімтал. Сезімтал. Ол кісі келген кезде енді колхоздар советінің төрағасы болды Қазақстан бойынша. Сөйтіп сол несін пайдаланып, беделін. Сөйтіп колхозға 17 техника әкелді. Техниканың бар түрінің несін әкелдік. 3 К700, грейдер, сондай техникаларды әкелді мұхит. Сол жылдары аға, мынау Ақмолдаев Жолдабай деген кісі де сол колхоздар советіне жаңа мүше болып, ол кісі де сондай жұмыс жасаған. Негізі әннің атасы Нартай, дәннің атасы Ыбырай деп, Нартай мен Ыбырай атамыздың ауылының басшылары да озық болған екен ғой. Өте мықты болды енді. Исмаил мұхитта өте іскер, сосын өте бір сауатты кісі болды. Енді сол бірнеше басшылармен қызмет жасадық біздер енді. Ал сол кезде өзіңіз бірге жұмыс жасаған еңбек азаматтарын атап өте аласыз ба? Ол кезде замандастарыңыз болады деген сияқты. Мынау енді жүгеріде өте жақсы көрсеткішпен колхозда, ауданға да көрсеткіші бар. Жина деген қарындасым болды. Ол енді былай айтқанда еңбек ескеріп депутат болды. Бұлай енді геройда болатын заманы болатындай жағдай бар еді. Бірақ ол кезде тоқырау заман болды да, сонымен аяқсыз қойды. Сол тоқырау заманы өте елге де жаман қиын болды енді. Мынау үйіп тұрған ауылды қаладан жасап жерді. Бірнешеге бөлініп кетті. Бірнеше неге ұжымға бөлініп, сонымен ақыр сонда ана бөлініп алған мал да кетті, бартер деген не шықты дағы, сонымен барлық мал сәлерге кетіп қалды, техниканың жағына кетті. Ауылдың ұйытқысы бұзылды. Ұйытқысы кетті, бірлігі кетті, сөйтіп құлдырлап кетті. Сол жылдары мен енді ауылда сол жылы еңбек етіп жүрмін. Сосын мен енді жұмыс болмай қалғаннан кейін мен өзі лесхоз саласына барып, сол жерде 8 жылда еңбек еттім. Лесхоз саласында кім болып істедіңіз? Орман шаруашылығында? Орман қорғаушы болып жұмыс істедім. Орман қорғау. Ол кезде де Арқабаев Перден ағамыз еді ғой? Перден ағамыз ол кезде босанып, ол кісі президентский паркте жұмыс істеуге кеткен. Сол жақты көгалдандырып көркейтті. Сояғын көркейтті. Сояғына осыған дейінде сол біз сол жерге барып жұмыс істедім 8 жылда. Ол кезде агроном есебінде? Жоқ, мен десник болдым, бірақ мамандығым сондай не болғасын, сонымен алды мені. Ол кезде өте тастан деген кісі, сол кісімен жерде. Жас бала ғой, 64 жылға. 8 жылдай қызмет жасадым. Ол жерде де ауыр іс болған жоқпыз енді.
грамотасын алып аттық, мақтау грамоталарын алдық. Ол кезде кімдермен бірге жұмыс жасадыңыз? Енді ол кезде сол жаңағы Жайлауов Серікбай деген начальник участка болды біздің. Ол енді өте сауатты, игеріп болған неғылған өзінің саласын, бухгалтерский саласында өте жақсы меңгерген кісі тұғын. Сол бухгалтерияның саласында да солардың да жұмысын істеп беретін тұғын. Сосын мынау енді қанша нелер, май нелерді расходтап специалияны шығарады ғой. Соның бәрін сол Жайлауов Серікбай істейтін тұғын. Өте жақсы. Іскер азамат болған ғой. Іскер азамат. Барлық салаға араласып жүретін тұғын өзі. Аға, сол енді жаңағы айтып жатсыз, қиын кезеңде жұмыс жасадыңыз. Сол кездерде қызығы да шыжығы да болады деп айтып жатады ғой. Қиналған сәтіңіз есіңізде ме? Енді қиналған сәттер көп болды ғой, енді болмады емес, болды. Мынау енді жаңа мен қиналған жағдайымыз, мына сырдың бойында жұмыс істеген кезде, сол жаққа адам барғысы келмейді. Сол кездер қиындау болды енді. Өйткені сыртқа барып, үйден шыққанға не жетсін? Түскі тамағы жоқ, кешкі тамағы жоқ. Ол тамақтар қалай болады? О жақта полевой стан болды ма? Ол кезде осы жақта жататын орындардың бәрі болды. Бірақ мынау енді біз қанша тонналап күріш алмасақ та, 105 мың центнер алған күнде, бірақ біздің жейтіміз полевой станда. Ашқайын болды еді. Сонда кілем бермеші тұғын. Сонда біздің күрішіміз қайға кететінін білмейді екенбіз. Содан енді сол жылдары 84 жылы ауданда Сейбек Шоқыман бірінші секретар болып келді. Осы Шиеліші царям деп Шиеліні көгалдандырып көркейткен сол кісінің еңбегі қалған болатын. Еңбегі өте зор. Сол келді да бүкіл бригаданы аралап шықты. Сөйтіп келді дағы бригадының бәрін аралап шықты дағы сол колхозда кешке жақын басқарма мәжіліс дейді. Сонда барып біздерден сұрап не бар, не жоқ деп повардан сұрады ғой. Біздің өзімізден сұрады. Ет бар ма деп. Сондай жейтініміз бермеші. Ет жоқ. Рашки болса да қоймасын ғой. Бермеші жаңағы. Сонда сол ет те жоқ, күріш те жоқ. Сондай жағдай болды. Сол Сейілбек қалай келді? Бәрін үйіп тастады. Жағдайымыз жақсарды. Сармай барды. Бірақ Осман Қазбектің уақытында біздің Жағай колхоз бірінші ұйымдастырды. Түстен кейінгі ауқат деген бар ғой. Сонда полдник. Соған 2 жұмыртқа, бір кесе, бір күшке қатыр, сосын 2 пирожкиден береді. Қалпашысы бар, енді ер азаматтар ғой, еңбеккерлер, сыртта жүреді. Сөйтіп сондай жағдай болды. Колхозды көтерген кісілер менің кезімде еді. Осман Қазбек, Исмаил Мұқил, Арқыбай Перден, бұл кісілер енді жақсы қызмет етті. Жақсы қызмет етті. Соңында енді Сәдуғаш келді, ол кісіде біраз еңбегі бар енді елге. Ол кісінің еңбегі зор деп айттыңыз. Ал енді Жақаев ауылында жұмыс жасадым дедіңіз. Жақаев атамызды көргенсіз ғой енді. Сол жылдары 70-ші жылдары 81-ші жылға дейін ол кісі өмір сүрді 90 жасында. Атамыздың егіс басында, үйінде болмаса айтқан әңгімесі, атамыз жайлы не айтар едіңіз? Енді ол кісінің көзімен көріп, сол бала кезінде мектепте жүргенде ол кісілердің күрішін отадық бізде. Олай Жақаев атамыздың суды кешіп жүріп. Күрішті сол арам шөпті кешіп жүріп. Ол кезде 5-6 класс оқитын кездерім сондай жұмыс істеді. Ол енді Рекенің өте көп сөйлемейтін кісі тұғын. Өзі қажылы, қайратты, туған бойы бір мүсін тұғын. Көп сөйлемейтін. Үлкен ірі кісі болатын. Ірі кісі тұғын өзі. Өте мықты палуан кісі, сондай палуан болатын кісі. Ол ер жомарт. Екінші мәрт жер жомарт. Екінші мәрт жер жомарт деп сол кісі айтатын тұғын. Мақалын, мақалын айтатын. Өте жақсы кісі тұғын. Енді ол кісі қайыңсапты қара кетпенімен қанша елге нан тауып беріп отыр қазір. Енді әннің атасын артай, дәннің атасы бұрай деп осы екі атамыздың арқасында біздің Шиелі ауданы неге көркеймеске? Және де 42 социалистік еңбек ері шығып отыр. Осының барлығы осы Шиелінің киелігінде шығар деп ойлаймыз. Ал аға, сол еңбектеріңіздің
Жемісі деп көріп отырмын, кеудеңізде медальдар жарқырап тұр. Иә, сол медаль менің мынау бірінші барып алғанымыз Павлодарға да, мынау өзіміздің бабаларымыз Иманжүсіптің 150 жылдығына барғанбыз. Үлкен ас берілді, иә. Сонда үлкен ас берілді, 150-дей Тұман ауылында 100-дей үй тігілді. Қараша үй тігілді. Иә, қараша үй тігілді. Сосын сахналық көріністерді көрсетіп жатырда. Бәйге берді. Бәйге болды, күрес болды, бәрін не қылды. Сол жерде барған кісілердің бәрін орай жаңағы Иманжүсіптің 150 медалымен не қылды. Марапаттады. Мен енді мынау неде партиядан, мен халықтық партиясының мүшесімін ол. Мені кеше сол Ыбырай Жақаевтың 120 жылдығында мені жаңағы мерекелік медальмен, мерекелік медалда Ыбырай Жақаевтың 120 жылында сол марапаттады мені сонда. Но енді үшінші медаль, бұл енді ауылдағы істеген еңбегімді елдің құрметі ретінде. Құрметі ретінде әкім марапаттап, солар тақты. Аға, бұл еңбектің еленгені дегеннің өзі үлкен қуаныш. Қасыңызда қаншама азаматтарыңыз, құрбы замандастарыңыз бірге жүрді, кейбіреуі де еленбей қалып жатыр. Ал осының өзі үлкен марқайудасыз қазір, иә? Ал аға, көршімен татусыз ба? Өте жақсымыз, татумыз. Ауылды жерде айтып жатады, осы көршілер бір-бірімен жақсы қыдырады. Ал қалада енді есігін ұрып барып кіреді ғой. Біздің ауылымызда көршіде бұрын жаңағы ағаш есік болатын, ағаш шарбақ болатын да, сөйтіп бір-біріне айтпай бара береді деп. Қазір енді үлкен есік соғып алғасын, бізде звонок басатындай жағдайға келіп қалдық деп жатыр. Ондай қалай арақатынасы қалай ауылдағы көршілердің бір-біріне? Біздерде, мына мен көршім бар. Әрі бұл бөтен емес, мен нағашым болып білемін. Сосын екеуміздің ортамызда қора жоқ. Қора жоқ. Мінекей қандай тамаша. Соны біз екеуміз айттық, біз өзіміз кеткен деген қоралап алар. Қоршамай қоя тұрайық дедіңіз ба? Ашық тұрсын деп. Ол рас нәрсе. Сосын енді үлкен жолдың бойында тұрамыз біздер. Үлкен жолдың бойында. Өмір күні түні есік ашық тұратын дарбазамыз бар, жабылмайтын біздің үй. Есік ашық тұрады ол. Ал енді қалған үйлерді байқап көреміз ғой. Өздері анау келгеннен кейін үйін ашып кіре алмай жатады. Сөйтіп үйлеріне звондап, үйдегілер шығып, дарбазадан өз үйіне өзі кіре алмай жатады. Талай жатырмыз енді. Сондай болып кетті енді. Өзің қандай болсаң, қонысың сондай болады дейді. Құдай ондайынан сақтасын дейсіз ғой. Құдай сақтасын енді. Жақсымыз, татуымыз. Ең бірінші көршінен бастап жатқаным аға. Ең бірінші алыстағы ағайыннан қасыңызда тұрған жақындағы көршіңіз көп сырыңызды, көп қырыңызды біледі. Достарыңыз қандай аға? Енді достарым мен енді Ыбырай Жақаев колхозында оқыдық қой. Қазір мен де бір оқығандардан сол Ыбырай Жақаев колхозында тұрады. Ауылда тұрған бәрі сол орталыққа көшіп келді. Мен де сол еңбек жолын сол орталықтан бастап мен де көшіп келгенмін. Сөйтіп ол жерде 10 жыл тұрғанмын. Ыбырай Жақаевта. Ыбырай Жақаевта. Сыздық Нұрғали деген құрдасым бар. Бердібаев Айтөре деген құрдасым бар. Айтөре ағай. Сосын Жұмабек Бақберген деген құрдасым бар. Бір-екі құрдасымыз астында Алматыда тұрады. Енді біраз ағайындар дүниеден босып кетті. Класстас қыздарыңыз бар ма, атамадыңыз ба достарда? Қыздар бар енді, бірге оқыған. Мен келіншегім өзі бірге оқыған менімен. Сосын апам сізбен бірге оқыды ма? Бірге оқыдық, бірге отырдық. Апамның аты Диляра, иә? Дилара. Шейділда. Анар апа деп жүреді, Дилар екен шынады, есімі. Сол енді Жақаевта жаңа Бердібаев Айтөре дегеннің баласы қазір сол ұжымды басқарып жатыр. Бердібаев Асқар. Иә. Сосын Жұмабек Бақберген деген енді мал бар кезде ол запсек болып істеді. Облыстың көлемінде алдыңғы орыннан көрсетті. Сауылдан да, төлден де жақсы не алды ол кезде. Ол кезде Исмайыл Мұғит колхоздың бастығы өте жақсы сондай көрсетті. Досыңыздың баласы ғой енді Асқар. Амал дос бар, адал дос бар. Соның ішіндегі сол адал достарыңыз өмір бақи солай болып қалады ғой. Ал енді сол әлі күнге дейін жаңағы Нұрғали Сыздық деген құрдасым өзі инженер болып істеді, механизатор болды, өте мықты сондай жігіт. Әлі күнге дейін сол жаңағы
Асқардың қараматы күршегі бады. Мінекей қандай да Былтыр чемпион болды сол күріштен, көшесінен. Жаман емес, белді жақсы өнім әперді. Туысқандық ірге сөгілмеген достар, иә, солай деп айтуға болады. Достар. Иә. Аға, осы жаңа тұрмыс ауылында соңғы кездері көп әжелер ансамблі, аталар ансамблі, ардагерлер ансамблі деген шығып жатыр. Ауданымызда бұрын анау неде Жөлекте ардагерлер ансамблі болатын. Ол кезде Жақыпов ағамыз жұмыс істеген, иә? Сол кезде ғана Зәкір ағамыз. Сол кезде ардагерлер, майдангерлер деген ансамбль болатын. Одан кейін Шел ауданында ансамбль болмай кетті. Енді өзіңіз ұл қыз тәрбиелеп, 6 ұл қыз тәрбиелеп, қаншама немере шөбере көріп отырсыз, көз өтпесін деп жатырмыз, бірақ 14 немересі бар деп жаңа өзіңіз бастағы өзіміз әңгімелескенде айтып жатырмын, бәрі аман болсын. Ал енді осы ардагерлердің ансамблінің шығуына өздеріңіз ұйымдастырдыңыз ма? Не себеп болды? Енді бұл әйелдер ансамблі бар тұғын. Әжелер ансамблі. Әйелдер ансамблі. Ол бұрынғы мәдениет бөлім бастығы Қатира деген кейін сол бастығы. Мәдениет үйінің Қатира. Одан кейін менің қызым, Күлшат қызым келіп дағы келу ұйымдастырып әкелер ансамбліне алды. Бір аптаның ішінде құрды дағы ауданда 2-ші орын алдық сол жылы. Әкелер ансамблі бар, ауылдың бүкіл нелері болды ғой, ансамбльдер, өнерлі жастарды әкеп, күзді күні бір не өтеді ғой, күзге таман өзі сондай іс-шара өтеді. Ауылдың аудандағы күндері. Күндері болды. Оған ес қойған енді Күлшат қызымыз ол ұйымдастырып. Аға, өзі жерге қараған 7 ұлым болғанша елге қараған бір қызым болсын деген Күлшатты біз де жақсы танимыз. Оның іскерлігі, оның ұқыптылығы, оның қарапайымдылығы, оның өнерлігі, оның осындай сіздей жаңағы тәлім тәрбие алып отқан сіздердей ата-анасы бар, ол бақытты қыз деп есептейміз. Ал енді ол қыздың келе сала сол жаңа мәдениет үйінің директоры болып келді. Сол жердегі қаншама әжелерді, әкелерді ұйымдастырып шығару деген ол оңай тірлік емес. Ал енді қазіргі таңда репертуарыңызда қандай әндер бар? Бізде енді бірнеше әнмен не қылдық. Бірінші айтқан әніміз мынау жігіттер жүр деген дос қасаны. Иә. Одан кейін мынау Полшаның қалғаны сұлуыз дегенді айттық. Сосын 16 қызды айттық. Мінекей қандай тамаша. Сосын Қырманға кел қалқатай дегенді облысқа дейін барып сөйтіп жүлделі орын алып келіп жүрсіз. Оның барлығы әлеуметтік желіден көріп жатырмыз. Біз қуанамыз аға. Ал енді осы әндерден бір кішкене өзіңіз айтып бере аласыз ба? Мен бар. Иә, өзіңіз айта беріңіз. Музыкасы нәрсесі бар. Қайсысы өзіңізге ұнайды? Мысалы, мен Қырманға кел қалқатай деген әнді естісем, бір сондай Қырмандағы кездер есіме түсіп, сондай шынымен де бір сол кезде бір серпін бар еді ғой. Жастардың жаңағы мықты жұмыс жасайтын өзіміздің кездегі сол есіме түсетін. Мен енді оны айтпай қойым, мен бір сұлу қызды айтайын енді. Болды, мейлі айта беріңіз, өзіңізге ұнағанды айтып жатыр. Ертең мен бір сұлу қыз суға келеді. Суға келеді. Ат жетектеп бір жас жігіт еріп келеді. Еріп келеді. Еріп келеді. Тоқтаңыз сұлу қыз су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын қызбен. Мінекей қандай тамаша. Енді құрамында қанша әкелер бар сіздің осы ансамбльде? Біздерде 7. Жетеу, иә. Келешек көбейеді ғой. Енді көбейе береді ғой. Енді ұмтылыс бар ғой. Бар. Енді қаншама ата-анасын өзі теледидардан, әлеуметтік желіден осындай ән айтып тұрғанын көрген елде бала да қуанады. Сондықтан да біздер қуаныштымыз, осындай Шелінің даңқын сіздер көтеріп, анау
әкелер ансамблі деп шығып жатқандарыңызға қуаныштымыз. Жалпы аға өмірде өзі жаңағы өтірік айтатындар да болады, жаңағы шыншыл азаматтар да болады. Өзіңізді қайсысына жатқызасыз? Өтірік айтасыз ба? Мен өтірік айтпаймын. Өтірік өмір баспайды деп, онда өтірік жоқ адам. Лажы болса шындықты айтқан жақсы еді. Пайдалы өтірік ше? Қайда мен пайдалы өтірік айтып, мен пайда болмайым жоқ осы. Дұрыс айтасыз. Мінекей, мен кейбір кезде осы кісілерге айтып жатам, енді болады ғой, айтамыз ғой, пенде болғасын деп айтып жатады. Ал бірақ жүрегі таза адам, ешқашан еш нәрседен қорықпайтын адам өтірік айтпайды, өйткені ертеңгі өтірігі шығып қалмайды. Аға, қаншалықты ашуыңыз қандай? Енді қазақтың ашуы шайрамал кепкенше деп айтады. Сондай бар ғой енді, ол ашу болады. Иә. Ол енді тур сөйлемей тұрса, ренжіп айтатынымыз бар. Мына жерде дұрыс айтпай жатасыз деп. Кек сақтайсыз ба? Кек сақтамаймын онда, кекшіл емес. Бұрыннан өзіңіздің көкейіңізде қалған өкінішіңіз бар ма? Осы нәрсені сол кезде мен сөйтіп тұрғанда, или қаржы болғанда орындаушы едім, мына нәрсені аманатты орындай алмадым деген өкінішіңіз бар ма? Мен енді мынау қанша сол егінің басында, ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жүріп, мен енді мынау өзіме бір кекек жер алмаған екенмін. Мінекей, сол кезде қанша адамдар алып өзінің жерін пайдаланып, қазір рахатына егіп жатыр. Егіп пайдасын көріп жатыр. Менің өкінішім осы ғана болды. Соның басында қасында жүріп, алмағаным жаман өкініш деп. Аға, мен сіздің әкеңіз жайлы бір әңгімелер естідім, ауылдың қариялары айтып отырады, өзіңіздің аузыңыздан да естігенмін. Сол кісі еңбек қызыл ту орденді, күрішші болған кісі. Сол еңбек қызыл ту орденіне жету оңай болған жоқ шығар. Әкеңіздің бір сол айтатын ата-анаңыздың өсиеттері бар ма? Не айтатын еді? Әкем енді бізде өзі Оразымбетов Қойшыбай ағамыз, иә. Сол кісі айтқан, адам елге көзге көріну үшін орталықта тұру керек деп. Мен сол себептен орталыққа көшіп барғанмын. Анау өзі бір түсіп қалса, қайтадан көзге ілінбей, сол күйі қалып қояды. Сол себептен орталықтан жақсы ол көзге ілініп жүреді. Ай, мына бала кеше шықпап еді, қайтадан орнын тауып берейік бір жерден жақсы орын деп, сондай көзге ілінеді деген. Менің әкемнің өкініші, өкініш демеймін мен, бірақ ауылдық жерде сол ауылда тұрып, еңбек ері атағын аламады. Еңбек құлтарын алды, бірақ еңбек ерін алмады. Саты кеп тұр еді ғой сондай. Кеп тұр, соны аламады енді, сондай бір жағдай болды. Сол кезең болды, Совет үкіметі тарқады деген сияқты ғой. Сондай болды енді. Еңбегі еленбей қалған кезеңдер. Бірақ енді ауылда өте беделді болды. Той домалақ болады, өлім жетім болады. Сондайдың басқасында жүрді. Сосын ауылдағы тірліктер бар. Өнегелі сөзін айтыңызшы, сізге айтып отыратын. Енді әкемнің айтатыны өтірік айтпа, өтірік өрге баспайды. Не де болса еңбекті жақсы, таза, адал істеу керек деген ақылдарын үйретіп отыратын тұғын. Спортқа көзқарасыңыз қалай аға? Спортқа мен көзқарасым өте жақсы. Өзіміз енді оқып жүрген кезде жаңағы күреске қатыстым. Шамалы бір орын алдық салмағында, техникумда жүргенде. Қазір кезіңізде қандай спортты шұғылданасыз? Қазір өте жақсы көретін, шахматты жақсы көретін. Мінекей, қандай тамаша? Шахмат деген адамға рухани байлық қой. Адам енді ол өте жақсы өзі. Шахмат ойнаған адам жаман болмайды енді. Ой қабілеті де есте. Аудандық шараларға қатысасыз ба? Қатысып жүрмін, ардагерлердің арасында қатысып жүрміз. Кеше облыста не болды, мен бармай қалдым, оған ем алып жатыр, содан бармай қалдым. Енді өзіміз Құдайбер деген жігіт бар, Жақайыптан. Екеуміз сол ардагерлердің арасында шахматтан түрен өткізіп жүрміз, ұйымдастырып. Біреудің әкесі енді өздері айтып қалады, осының өзінде мен әкеме ас берейін деп жатырмын, шахмат өткізейін деп жатыр едім. Оны қалай аласыздар деп, соның бәрін ұйытқысып жүрген сол Құдайберген екеуміз. Сондай шахматқа өте немін енді. Балық аулау сайысына қатысып көрдіңіз ба? Балық аулау оған да қатысып, жүлде орын алдым. Өткен жылы. Кейде екінші орын алдым. Мінекей қандай тамаша.
екінші орын алды дейді. Иә. Өткен жолы бірінші орын алған. Сосын өзім қазір сол бір 2 гектар жерді алып, сол рәсімдеп, сөйтіп сол 1 гектарына малға асырап жатырмын қазір енді. Асырап бастадыңыз ғой? Бастадым, шамалы енді. Сосын жартысына тауық фермасын ұйымдастырайық деп жатырмыз. Ертең осы Құда қаласа марттан бастаймыз деді. Балықтың қандай түрлері? Енді біз ауылдағы көлдің балын сағамыз. Енді ана сазан, белауы, сосын ондай не деген лақа ма? Лақа да бар, алауға бар, сондай балықтар. Қандай жақсы. Сөйтіп сонымен айналысып жатыр. Кәсіпті 70-ге келсем де ары қарай жалғастырып жатырмыз дейсіз ғой. Анар апамның әншілігіне бүкіл Шиелі аудан болсын, облыс болсын таңғалады. Сол сахнаға шығып ән айтқанда жас кезінде қызғанатын ба едіңіз? Енді адам болғанда кәдімгі бар қызғаныш болады ғой енді. Өнер жолына жібермедіңіз ба? Жоқ, өнер жолы оның мен емес, оның шешесі, өз анасы айтқан екен, сен бұл өнерді қой. Сен мынау мұғалім жағын таңда деп, сөйтіп мұғалімдікке түсіріп, соны шешесінің айтқанымен сол не жағына кеткен ғой. Сол өнер қай балаңызға дарыды? Енді менің қыздарым бәрі әншілігі бар, домбырамен, медальмен бәріне ән айтады. Өзіңіз қай аспапта ойнайсыз? Мен домбырада ойнаймын. Домбырада. Немерелеріңізге қай аспапты үйреттіңіз? Немерем үлкені Дінмұхамбет домбыраны Құдағасы ертең фестивалына қатысайын деп жатыр. Мінекей қандай тамаша. Сосын мынау тайфондаға қатысып жүр. Семьялық ансамбль, жанұялық ансамбль деп шығаратын ойларыңыз бар ма келешек? Енді оны көреміз, бірақ бұның алдында бір ауылда жарыс болғанда семейный ансамбльмен екінші орын алғанбыз енді. Мінекей қандай тамаша. Болмаса ол бірінші орын-ақ біздікі тұрмалай берді, сондай жағдай болды енді. Өте жақсы. Талаптарыңызға нұр жаусын. Анар апамның Диляра дедіңіз ғой жаңа, ол кісінің ән айтқаны өте керемет болды. Ағай енді мынау ұлттық салт дәстүрді дәріптеуде көптеген жұмыстар жүріп жатыр ауылда. Бұрынғыдай емес, қазір біз дәстүрімізді жалғастырып, көп нәрсе жаңартып өткізіп жатырмыз. Жаңаша бағытта, бұрынғы ескінің ізімен әрі қарай жүріп жатамыз. Бірақ енді осы мынау тұсаукесер, бесік той, осындай тойларды үлкен ресторанда өткізіп жатады. Соған сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен сол ресторанда өткізуге мен өз басым қарсымын. Бұрын енді ресторан болған жоқ, не болған жоқ. Енді сол келіндердің жалқаулығы ма, үйде өткізуге қинала ма? Бұған кім кінәлі? Бұған енді өзіміз кінәліміз. Ата енесі, солар кінәлі. Тыйым салмай отыруға не себеп болып жатыр? Тыңдамай ма? Мысалы, сіздер үлкендер айтқан кезде оны тыңдамай ма жастар? Жоқ, енді оны айтса тыңдайды ғой, бірақ енді... Әлде бәсеке ма? Иә, сол енді жұрт еліктеп кетеді ғой, қазақ сол еліктегіші ғой біздер. Жалпы аға, мынау 40-на толмаған баланы бұрын далаға шығармайтын. 40-на дейін. Ал енді тұсаукесерді өзінің ұнатқан әйел кісіне соның жүрісін берсін, соның бағытын берсін, соның талабын берсін деп сол кісіге үйінде 5-6 кемпірді жиып жасап жатады. Қазір осыны үлкен той қылып жатқан кезде бұл бәсеке болып, бұл қандай бәсеке деген ой келеді кейбір кезде. Бірақ енді біз бұны тыйып тастамаймыз. Бірақ сонда да әр тойдың өзінің орны бар. Бұрын 40 жасын тойламайды деп атадым. Қазір 40-45, 50-55 деп тойдан шаршайық деп айтып жатады. Бірақ енді тойдың да ерекше тым көп бола бергенінің өзі ыңғайсыз да сияқты. Аға, енді мынадай бір сұрақ туындайды да, тойдың дастарханы керемет той. Ал енді қазір қайтыс болған кісілердің дастарханында тойдың дастарханынан бөлек ерекше еш нәрсе болмай қалды, екеуі бірдей болып бара жатыр. Енді ауылдың молдалары қолға алып жатыр дейді. Сіздің ауылда қаншалықты осы жұмыс жүргізіп жатыр? Ардагерлердің төрағасы бар, ауылдың үлкендері бар. Кім ардагерлердің төрағасы? Қазір Жұмабаев Аманжол болды. Әйелдер кеңесінің төрайымы Нағима? Нағима. Ал оның алдында жаңағы Әлжікбаев Сәрсенбек деген болған. Сол кісі бар, сосын қоғамдық кеңестің несі бар, төрағасы, алқабейдің төрағасы бар, ауылдың үлкендері бар. Сөйтіп біз келісіп, мынау тойдың несінде қоймайық дастарханды деп. Сөйтіп анау алма, жүзім, өзі жейтін нәрсе ғой,
қоймаңыздар деп соны бәрі ауылға ескертіп, сосын ертең болайын деп жатқан үйге барып, соны айтып тоқтаттық бізде сондай. Халық бағынды ма? Халық көнді оған енді. Сосын енді мына қайтыс болған ағайындар бар ғой ауылдағы. Сол енді үлкен бір кіші бір аяқ астынан кетіп қалады ғой, Құдай сақтасын. Сол ардагерлер бар, ардагерлер 1000 теңгеден. Сосын жастар бар, олар 2000-нан жинайды. 400 мыңдай ақша, сол 7-сіне апарып беріледі сол үйлер. Бірінші көмек ол біздің. Ең бірінші көмек. Ең көмегіміз сол болады енді. Сосын ағайын жей жатты апара бересіз, сонда енді үлкен не ғой енді, көмек қой енді. Аға, кітап оқыдыңыз ба? Кітапты енді оқыдық қой енді. Қазір оқып жатсыз ба? Жоқ, қазір мен көзім ойша көрмейді, соны өтірік айтпай қояйын. Жалпы газет журналға жазыласыз ғой? Ана ардагерлерге жазылып жатырмыз. Бұны енді барлық газеттерде жазылатын ол барлығында. Теледидар көріп күнделікті балдарыңызға саясат жөнінен, жалпы отан жөнінен айтып отырасыз, иә? Айтып отырамыз. Қазір отан отырамыз. Мінекей қандай тамаша. Аға, қазір отан алдындағы борышын өтейтін жастар ол жерден қиыншылығынан қорқып қашып жүреді. Соған ауылда сондай жастар бар ма? Біздің ауылда ондай жастар жоқ. Жоқ, иә. Шақырған кезде бәрі бар. Аман-есен елге аман оралып отыр, жақсы. Енді Шиелі ауданы қазір былтырғы жылы 4 рет бірінші орын алды облыс бойынша. Сөйтіп 14 техника алды. Ал енді Шиеліні таза деп жатыр. Қызылорданы өте таза, бұрынғыдай емес, қазір бүкіл облысқа танытарлықтай керемет жағдайда екенімізді көріп жатсыздар. Ал біздің Шиелі ауданының тазалығы өзіңіздің кішкентай ғана жаңа тұрмыс ауылының жалпы көркеюі, өсуі, өнуі қандай бағытта көңіліңізге ұнай ма? Жастарға не жетпей жатыр қазір? Жоқ, жақсы енді, өте жақсы енді. Былайға біріншіден менің осы Шиеліде тұрып жатырмыз ғой. Оны енді Шиеліні көркейткен мынау Сейілбек Шоқыман. Ол келді да, секретар болып келді да, ағашы Гүлеп туған жерде түлетті. Жаттадық қой сол кезде. Көшенің бойына ағаш еккен сол кісі. Енді мынау қожалар ғой бұл кісілер. Сол бір жерде кілем қожалар бас қосып қалған кезде Есет Балтабай деген ағамыз бар. Сол кісі хронов еді жаңағы ортасында. Сол кезде қожалардың бәрі таласып Ғафур Мұхамеджанов бар. Бұрынғы істеген кісілер енді. Солардың бәрі Шиеліні мен көрбейттім, мен үйттім, мен бүйттім еген депті. Сол кезде өмір бақи басшыны тасырған ғой, жаңағы Балтабай, Есет ағамыз. Сонда тұрып, Балтеке сен айтшы депті, Ғафур Мұхамеджанов. Мен Шиеліден дәумен алдық құрттым, содан кейін Шиелі көркейді ол, қазір бәрі неге оқапты, мен көркейді деген әңгіме бар. Бірақ дегенмен де Шауқыматтың бірінші несі еді, бүкіл елге ағаш ектіріп, гүл ектіріп, одан кейін қазір енді сол кісінің қозғалысы ғой. Қозғалысы. Қазір Шиелі ауданы жаман емес, өте жақсы көркейтіп жатыр. Қуанасыз, мақтанасыз, иә? Ал енді өткен жылы біздің ауыл тазалық жағынан аудан бойынша бірінші орын алды. Мінекей қандай тамаша. Аға, жастарға сенесіз ба? Енді жастарға сенемін. Жастар, келешек жастар тұқымы, жастар атқару керек. Жастарға сенеміз. Жалпы ауданға жастардың демалатын орны жетіспей ма, жоқ әлде қазір бәрі бар дейміз. Не жетіспейді осы? Жалпы жастардың сұранысы сіздерге барып өтініш айтып, бізде осындай болса екен деген ұсыныстар бола ма? Ондай болды бізде де. Мынау енді біздің ауылда жаңадан мектеп ашылды ғой, өткен жылы. Сол мектепте өзі физкультурадан беретін мұғалім ауылдың жастарын кеш жағын сол ішінде спортшыларға не ойнауы ғой. Волейбол, футбол. Сол күні бір күні біздерді ардагерлердің несін мүшелерін бәрі шақырды сол жерге. Сосын барды. Сонымен жаңағы директор қазір Света деген. Сол кісі айтты, мынау рұқсат бермеген жерге ол келіп ойнатты. Неге бұған рұқсат берілді? Ертең бір нәрсе ұлып кетсе, әлі бұл кіріске алған жоқ мектептен, сөйтіп тоқтатқанбыз. Сосын ол жаңағы жігіт енді қайға барып жастар ойнайды деп еді. Сонымен өтініш жасап, ауданға ұсыныс жасап, жаңағы шағын спорт
ойлайды полигон жерлерде соқтырып алдық. Қандай жақсы. Сондай қазір 2-3 жерде бар енді ауылдың өзінде. Жаман емес, балдар жастар соған кешкісін ойнап жатыр. Уақыттарын зорда өткізіп жатыр. Бос уақытыңыз бар ма? Болады ғой бос уақыт енді. Қалай өткізесіз бос уақытты? Немен шұғылданасыз? Мен бос уақытымда шахмат ойнағым келеді тұрды. Үйде немеремен, баламен. Үйретіп жатсыз ғой балдарға? Иә, үйретіп жатырмыз. Немерем де 2 рет шахматтан орын алып, 2-ші орын алып, енді кеше финалға өтті. Құдағасы өзі бір 6-сында ма, жарысқа бар еді енді. Аға, менің әкем Шайх деген кісі. Өзі үнемі маған тәрбие беріп отқанда, ешкімнен қарыз алма, қарыз болмау үшін жұмыс жаса. Ақылыңмен тыңда, қай нәрсені ақылыңмен шеш, санаң мол болсын деп айтып, анам болса дүзу жүр, артыңа жалтақ қарама, қос бұрымың 2 жаққа жалтақтап кетпесін деген маған тәрбие беріп отыратын. Өзіңіз немерелеріңізге, балдарыңызға қандай нақыл сөздер айтар едіңіз? Балдарыма айтатын немерелеріме өтірік айтпаңдар, ешкімді алдамаңдар деп ақыл үйретіп отырамын. Енді ана үлкен немерем соның бәрін тыңдап, соның бәрін істеп жатыр. Екіншісі оған еліктеп, соның не істесе соны қайталап жатыр. Ол да жаңағы таеквондоға барып жатыр, каратеға барып жатыр қазір. Барлық домбыраның үйірмесіне қатысып жатыр. Енді өнер жағынан бәрін жіберіп, өзім апарып, өзім әкпен жүрмейді. Гүлшат қызыңыз киноға түсті. Не киноға түсті? Ол да үлкен жетістік. Оның беріп отқан өздеріңіздің тәлім тәрбие беріп отырған тектілік жерден шыққанын байқатып отыр, иә? Ол да біздің ауданымызға үлкен қуаныш. Осы балдарыңызбен мақтанасыз ғой. Қазір келін үйде жаңағы жақсы келін жақсы жерге түссе келін дейді, жаман жерге түссе келсап деп айтады. Келініңізге көңіліңіз толады ма? Өте жақсы толады енді. Бұл енді келін адал, Құдайға шүкір. Адал, шүкір Аллаға. Өте сауатты. Колледж тексерген, институт бітіріп алды. Енді қазір декретте отыр. Мектепте жұмыс жасай ма? Жоқ, қазір енді жалпы істеп жатқан жұмысы? Жоқ, қазір істеп жатқан жоқ. Бұлар Қызылордада 8 жыл тұрып келді ғой. Балам контрактымен армияда служить етіп, сонымен былтыр ауылға келді. Тәрбиені ауылда ғой, енді декреттерін отыр, құда қаласа мектеп қой, өзі білім саласында мектеп жанында. Бойындағы тәлім тәрбиені өздеріңіз бағыттап отырасыздар. Ал келіннің азанда сәлем салып, ыстық самаурынға шай қойып, ыстық табананды ыстықтай беретін кезеңдері бар ма? Бар. Күнде сәлем салады енді. Мінекей қандай тамаша. Енесіне де, атасына да күнде сәлем салады. Күнде азанда. Сәлемнен жаңылыспайды, еш уақытта. Иә. Атасына рахмет. Иә. Қазірде қонақ келсе бұрын айтып отыратын, сүлгіні иығыңа салып, қонақтың бәтесін алып, қолына су құй дейді. Сол сіздің үйде бар ма? Бар. Баламды үйретіп отырсыз. Қолға су құй. Апарып көрсет деп барлығын реттеп отырады. Үйдің айналасын көгалдандыруда, жаңағы мал шаруашылығына қаншалықты қарайсыз? Үйде қолда мал бар ма? Жемістер бар ма? Жемістер 9 алмам бар, шабдалым бар, сосын шиелер бар, карлипе шие дейді, өзі жапырақ аз да болады да, әрі сондай шиелер бар. Жүзімдер бар біраз. Енді көктем шығысымен үйдің айналасына гүлді енді көп егем енді, гүлді жақсы көрем енді. Қандай жақсы. Сондайды көп егем енді. Үлесімізді көп қосамыз десеңізші. Уақ малдарыңыз бар ғой қолда? Енді менде ірі қара. Ірі қара. Шылқа, сол сүйі. Қандай тамаша. Ол малдарға бәрін үйретіп жатсыз ол бағытында. Шүкір Аллаға. Сосын бұл лесхозда істегеннен кейін біз енді туя дейді ғой жаңағы. Туя, иә. Сол нелерді дәннен шығарып жатырмын. Дәннен енген, ол уже бойын соған үйретеді да, сол топыраққа, сол ауа райға. Ол алып кетеді. Кейіннен әкеп егіп атқандар алмай қалып жатады. Ол не себеп екенін білесіз ба? Енді ол жерсінбейді ғой. Жерсінбейді екіншіден? Сосын олар ерте қазаттағы анау сататындар қайда ыстық суға тамырын салып алады деп айтады дейді. Мен енді оның көз басын көргенім жоқ. Мен енді сол
кішкене өзіміз дәннен шығардым енді. Иә, сөйтіп көршілеріме де бердім, біраз ағайындарға таратып бердім. Бірақ ұзақ өседі ғой. Ол суды көп қажет етеді. Оған су көп керек енді. Жас кезінде? Иә, жас кезінде өзі суды көп қажет етеді. Бұл енді мынау лесхозда бізде мынау тұқым баққа еге болған мынау 21-дің жігіті бар ғой, Ғабит деген. Ғабиттің есігінің алдына елканы көрдім. Қарасаңыз, қорасы жегін, бәріне сол көшеттеп еткен, сол өзі дәннен шығар, жеткен енді. Ол еңбек қой, еңбектің арқасы енді. Аға, қазақтың ұлттық салт дәстүрі деп жатырмыз. Қазір бізде тек наурызда ғана өзінің ұлттық киімін киіп жатады. Сіз қаншалықты үйде киесіз ба, тойға киесіз ба, жоқ? Тек наурыз келгенде ғана киесіз ба? Жоқ, мен былайша енді мына тақиямыз немізді тастамайсыздар. Тастамаймыз енді. Дастархан басында біреудің құралып тұрса, сол тақиямен барып отырған дұрыс қой деймін. Ұлттық шапан ше? Ұлттық киімдеріміз бар ғой жаңағы. Шапандарыңыз. Тек сахнада ғана киесіз ба, жоқ әлде күнделікті көршілерге, тойға барғанда? Тойға барғанда да киіп аласыз, иә? Иә, сондай да киеміз. Иә. Ол қандай жақсы нәрсе. Біздің ұлттық ою-өрнегімізді ешкім басқа ұлтқа ұрлатпауымыз керек. Өзіміздің осы мына аяғымызда басып отқан мінекей сырмағымыздың өзі қандай. Қазір синтетика кілем төсегеннен мынау сырмақтың өзі, кілемнің өзі қандай денімізге саулық береді. Аға, қазіргі таңда осы мынау балдардың жейтін тамағы табиғи тамақ болмай жатыр. Анау-мынау басқа шетелден шыққан өнімдерге құмар болып жатыр. Сіз балдарыңызға қаншалықты табиғи өнім бересіз? Табиғи өнімді өзіміз еккен жаңағы қауын, қарбыз дейді, помидор дейді. Оны енді ала жаздай жеп шығады ғой, ерте екенбіз, ерте пісіреміз. Оны жеп шығады, бірақ магазиннен чипсы дейді, тағы сондай нәрселерге әуестігін қойдыра алдыңыз ба? Соны күнді ұрсып қойдыра алмай жатырмыз енді, оны әбден үйреніп. Оған кім кінәлі? Оны өзіміз кінәліміз. Мінекей. Оны айтуға болады енді, өзіміз кінәліміз. Баланың өмірі, денсаулығына зиян екенін біле тұра, тыйым сала алмай жатырмыз, иә? Ол енді тыйым тебен беріп жүрсем, жүгіріп барып сол шегешіне дейді ме, неме дейді, солға дейді ғой енді оны. Білмейді қаласың оны. Иә. Кеше Қызылордада бар, жаңағы Шел ауданының күнін өткіздік қой, күндігін. Иә. Сонда енді бәріміз анау тақиямен, немен келіп, сосын күтіп қалдық та, сол қасындағы шайхана бар екен, сол шай ішіп отырмыз жаңағы. Сонда Алматыдан келген бір қыз, о, мына Қызылорда барлық ұлттық киіммен жүреді екен деп біздерді түсіріп, сөйтіп жіберді. Бір қуаныш, иә, үлкен, қандай жақсы. Өзімізде баққан жоқпыз, келіп түсіріп атты да бір қыз. Ұлтқа деген өзіміздің мақтанышымыз, ұлтқа деген құрметіміз. Аға, үйде балдар, кішкентай балдарыңызға жаңағы шектеу бар ма сотқа ұстаудан, телефон ұстаудан? Ол енді сол қазір менің айтқан шамалы еркелеп, үлкен емерім тыңдамайды оған. Кеше жұмыстан келдім, әкесі бәрі жинап алды, сабақтарға қараңдар, спорттарға барда. Кеше бір күн ғана қолда берді, қайтадан бүгін жинап алып қойды. Мінекей қандай жақсы, уақытылы беріп отқан. Қызылордада Шырақ деген, көзді емдейтін Шырақ деген клиника бар. Соған келген баланың, бір күнгі келген баланың, бір күнде мысалы 10 адам келетін болса, соның 70%-ның көзі жаңағы очки киіп шығады дейді. Көзі кері қарай кетіп бара жатыр дейді. Осының бәрін біліп тұрмыз, бірақ ата-ана ретінде, ата-әже ретінде соған біздерден де шамалы көмек болу керек қой деп ойлаймын. Солай болу керек. Тоқтатпаса енді көзден айлап балдар. Иә. Енді азынан кірішке дейін көріп те жатады ғой, балдар әдет болып кетті. Оны байқамай да аласың, тығылады да басқа жерге барып көріп отырады оны. Ол не алатқан байқамай аласың балдар. Аудандағы өнеге тұтатын қандай ардагерлерді айтар едіңіз? Бір тұтатын өзіңізді. Осындай ардагерлер ауданымызда бар. Енді сол ауылымызда да сондай болып соған еліктейміз дегендей бір тұтатын ардагерлер бар ма? Мақтау айтатын. Енді мен енді жалпы былайша ауданда үлкен іс-шаралар өтіп жатады. Ұлағатты кісілер бар, жақсы әңгіме айтатын. Мен Мағауия Рахымды мен өте жақсы көремін. Өте сөзге Рахым Ауяевич, сөзге шешеді. Ол кісі Сұлтанбек Оразымбетов
ол кісі де енді өте жақсы пәлен жыл мықты депутат болған. депутат болған, мәслихат төрағасы болды 24 жылдай. Әбден сөзге тілге бай болған ғой. Жақсы әңгіме айтады, жақсы не алады. Енді бұл бір жағынан ол кісі қайнағаңыз. Иә, қайнаған бір жағынан. Енді ондай кісілер көп қой бұрын, көп болды. Бірақ көпшілігі дүниеден озып кетті енді. Қандай кісілер бар еді. Дұрыс аға. Енді мынау өзіңіз аудандағы, сол ауылдағы бірегей кісілердің сол кездегі еңбек еткен азаматтардың бірісіз. Аузыңыздан баталы сөз түспеген азаматсыз. Сондықтан да бүгінгі мынау сұхбатымызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахметімізді айтамыз. Және осы келешек жастарға, болашақтарға өз бәтеңізді берсеңіз екен деймін. Бата сұраймын. Уа халқымның бауыры бүтін болсын, сарқалмас құтың болсын, күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын, кең байтақ жеріміз берет болсын, президентіміз ауыз бірлікке сенімдер болсын, жаппар ем жар болып берген батам қабыл болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін аға. Осы батаңыз қабыл болсын. Құрметті көрермен қауым, бүгін сұхбатта келген қонағымыздың әңгімесін тыңдадыңыздар, пікір жазыңыздар. Бүгінгі сұхбатта болған ағамызға көптен көп рахмет айтамыз. Сау сәлемет болыңыздар. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, жеріміз құтты болсын, азаматтарымыз мықты болсын.